Я достар, 2 айдан кейін қайтадан ютубқа оралуға тура келді. Ассалаумағалейкум достар, барлықтарыңызға. Сіздермен бірге мен Мәди достар. Біз деген ютубқа қайтадан оралдық. Яғни 2 айдан кейін, 2 ай емес, мен санамадым. Әйтеуір көп айдан кейін қайтадан ютубқа оралған болатынбыз. Және достар, мен ютубқа оралдым себебі ютубқа қайтадан шабытым ашылды. Яғни шабыт керек болды маған. ютубта неше түрлі орыстарды, қазақтарды көріп шығатын ашылды. Енді біз дейтін достар осындай лайв видео түсіретін боламыз. Енді телефоннан да неше түрлі видео түсіретін болады, тек компьютерде емес. Мен сіздерге бүгін не үшін жиналғанымды, қалай оралғанымды, не үшін кеткенімді барлығын осы видеода ашық түрде айтатын боламын. Ал біріншіден мен не үшін кеттім? Мен 2 айға деген достар менде стресс болды, яғни видео түсіруге мыншам болмады. Яғни видео түсіре алмадым. Мен монтажым өте жаман болды. Ұнамады монтажым. Сосын видеоларда көп просмотр болмай кеткеннен кейін мен деген достар ютубты қойдым деп ойладым. Бірақ скоро ораламын деп өзіме мақсат қойдым. Мінекей енді достар бізде достар оралдық 2 айдан кейін осылай. Дәл сол компьютер, дәл сол фон үшін. Енді біз деген достар сол арғай сол контентпен жалғастырамыз. Бірақ бізде достар басқа контенттер болады. Күтіңіздер, мен әлі жақында тағы да ойластырамын, тағы не түсіретінімді сценарий жазып. Ал сол енді екінші бізде деген достар, енді мен не түсіремін? Мен достар лайв видеолар түсіремін. Яғни лайв деген шын өмірдегі, яғни түрімді көрсетіп видеолар түсіретін болады. Енді тек лайв емес, ойындарда шығып тұрады. Көрсеңіздер, егер де қаласаңыздар, мен түсіруге дайынмын. Және бізде үшінші дейтін не бар еді? Қандай контенттер болатынын айтайын. Яғни мен анимациялар жасайтын боламын, егер де уақыт болса, бірақ точно қазір емес, жазда болуы мүмкін. Анимациялар жасайтын боламын. Ол туралы мен басқа каналда түсіретін боламын. Яғни мен кейін канал ашамын, сол басқа каналда түсіретін боламын. Бұл менің основной, яғни басты арнам. Енді бұл жақта біз деген осындай видео түсіретін боламыз. Қалай достар, сіздерге бұл менің оралғаным жақсы ма? Әлде басқа каналда видео түсіру керек па? Қалай ойлайсыздар? Яғни сол бізде оралдық. Дұрыс деп ойлаймын енді өзімнің оралғаным және жаңа контентпен. Солай достар. Осымен бізде видео аяқталды. Сіздерді келгеніңізге өте, яғни көргендеріңізге өте көп рахмет достар. Егер де көріп жатсаңыздар. Ал достар, барлықтарыңызға сау болыңыздар.